фокус қойылмаған дүниеден ештеңе шықпайды. Лучше мен былай істедім. Қазір қайтадан сол өмірге қайтып келетін болсам, мен одан да бизнеске көңіл бөлетін едім. Одан да мен строитель жалдай салатын едім. То есть мен аяқтан ақша тауып салып отыратын едім ақшаны. А мен не істедім? Маған өзіме қызық болды, үй салған қызық болды. Бұл жерде инсайт мынандай: фокус қойылмаған дүниеден ештеңе шықпайды. Кез келген жағдайда бизнес таңдау керек. Отбасы болса да бизнес таңдау керек. Мысалы, отбасының керегіне, егер сен ақша таба алмай жатсаң, қиналып жатсаң, бала шағаң аш болып жатса, иә, отбасыңның қасында болғаннан не пайда? Егер сен қасында жүріп ешқандай ақша таба алмасаң, иә, сен табасың. Мысалы, айтады, мынандай сөз бар ғой қазақтарда: кеменің дейді да, жағада тұрғаны жақсы дейді, безопасно дейді да. Бірақ ол жағада тұруға арналмаған ғой кеме деген. Түсіндің бе? То есть сол толқындармен жүруге арналған, үлкен теңіздерде жүруге арналған деген сияқты. Мықты бизнесмен жақсы әке бола алмайды. Жақсы әке бизнесмен бола алмайды. Потому что фокус екеуінікі екі түрлі. Біреуінікі бизнеске көп кетеді фокусы, біреуінікі семьяға кетеді.